Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Спорт 12-ден кезек шығарылым Алаш Прайд 108. Біз дәл қазір Алаш Прайд 108 өтетін жекпе-жек сарайына келіп жеттік. Міне көрсеңіздер, қолымызда браслетімізді алдық. Енді сіздерге эксклюзивті контент ұсынамыз және қызықты сәттер. Айтпақшы, бүгін дәл осы жекпе-жек сарайына Қуат Хамитов келді деген ақпарат бар, және өзінің сторисінен де көрдік. Қуат Хамитовпен сұхбаттасуға тырысамыз, және Қуат Хамитов, білесіздер, футболды сынап жүр, өзі жекпе-жекке шықпағаны көп болды. Соның барлығы дәл осы шығарылымда. Ендеше Алаш Прайдты бізбен бірге көріңіз. Спорт 12-ге тіркелуді ұмытпаңыз. Ал кеттік. Жекпе-жек басталуына азғандай уақыт қалды. Міне көріп тұрсаңыздар, көрермендер өздерінің орындарына жайғасып жатыр. Сонымен қатар дәл осы артымызда тұрған октагонда қазір легендалар жекпе-жек өткізеді. Көріп отырғандай бәрі жақсы деп ойлаймын. Әбден қолдан келгенше осы жарысқа көңіл бөлдік. Кеше пресс-конференциядан бастап жанкүйерлер, байқап отырсаңыздар, жастар өте қатты қызығып, сондай бір келген қонақтарды енді жай қонақтар емес, әлемдік жұлдыздар деп айтуға болады. Қаланы көрсетіп, елді көрсетіп, өте былайша айтқанда бізге риза болып жатыр. Қазақстан елінің мәдениеті, оның Астана қаласының әдемілігі, осындай жарыстың жоғарғы деңгейде ұйымдастырылғаны, мынандай жақсы инфраструктураларды көріп, өте көңілді. Енді бізде барлық қолдан келгенше дайындалып жатырмыз. Жанкүйерлер де жазып жатыр. Қарасаңыздар, барлығы хабарласып, жан-жақтан осындай бір үлкен, Қазақстанда бір үлкен кәдімгідей сезіліп тұрды, осындай үлкен шоудың болайын деп тұрғаны. UFC-дің деңгейінде өтіп жатыр десек кем емес. UFC Енді UFC енді ол ерекше ғой, енді олардың деңгейі, дегенмен де соған енді қолдан келгенше тырысып дегендей. Енді жауынгерлер де бұл жерде келген рейтингтер өте жоғары. Біздің жауынгерлер де өте танымал. Көптен сағынып қалды жауынгерлер. Қайрат Ахметов осы Астанада 10 жыл бұрын шыққан екен. Жалпы кейінгі 10 жылда оны Қазақстанда да көрмей кеткен еді. Сол Қайрат Ахметов шайын деп жатыр. Арман Оспанов шайын деп жатыр. Ең бір танымал спортшылар. Одан да басқа жаңа болашағынан үміт күттіретін Саламат Есболаев, Рустан Сариев сияқты жақсы осындай жауынгерлерді қостық. Енді барлық жағынан біз тырыстық. Тек қана жекпе-жек қана емес. Келген адамдар мынандай әдемі жерде отырып, мынаның бәрі енді келген жанкүйерлердің жағдайы бір көңілді отыруы, мына жерде бір сурсеттеу, шоу көруі деген сияқты. Алдағы уақытта осындайды жақсы деңгейде көтерсе, өте жақсы болады. Мен әлеуметтік желіде парақшаларда көріп қалдым. Келген UFC чемпиондарына сіздер беш бармақ ұлттық тағамдар, шапандар кигізсіздер. Олар сіздерге қандай пікірде олар Қазақстан туралы? Олар ең бірінші біз мешітке алып бардық, бас мешітке. Шынымен де өте керемет. Енді біз көп сырттарда жүрдік, жаңа Абу-Дабида жақсы мешіттерді қарап жатырмыз. Стамбул қаласында олардың тарихтары бар шығар дегенмен де біздің мешіт көргенде кез келген осы туристерге үлкен бір көңіл күй сыйлайды. Жаңа ішінің өзінің бір аурасы, өзінің сонда керемет. Жалпы Астана қаласы әдемі ғой, керемет. Жаңағы жатқан қонақ үйі, күтіп алу аэропорттан бастап, осындай жас өтетін жерлердің бәрі өте жоғарғы деңгейде. Енді ертең кеткенге дейін осы көңіл күйлерін бұзбай, бәрін жоғарғы деңгейде, ең бастысы жауынгерлеріміз шығып, бұндай жарыстар енді жалпы кейін енді әртүрлі жағдайлар болып қалады. Бір күн қалғанда да болып жатады, ауырып қалып жатады. Бізде де енді 2-3 жаңағыдай ойлаған кездесулердің ауысып кеткен жерлері болды, бірақ былайша айтқанда жалпы мен өз ойымнан шығады. Бәрі жақсы болу керек деп, соған аяғымыздан тік тұрып жүгіріп жүрміз. Жеңісіңіз құтты болсын. Жазда алғашқы ашып беру деген өте қиын негізі. Жалпы қандай сезімдесіз? Негізі осы Ақтөбедегі осы екі жекпе-жекте бірінші дебютында, содан кейінгі жекпе-жектердің көбіне осылай постоянно не ашып жүрмін. Бойды осылай ашып жүрмін, ең бірінші шығып, енді ең бірінші жекпе-жекке осылай ашып беріп жүрмін постоянно. Сезім қалай? Қанша уақыт дайындалдыңыз бұл жекпе-жекке? Мен постоянно 2 мезгіл тренировкадамын. Самое главное бізде вес қуу, а так барлық уақытта, енді сборға примерно дайындығыма 2 ай уақыт кетті ғой. Негізі пайба болатын, бірақ ол өкінішке орай жарақат алып, заменаға осы жігіт шықты. Ол қанша уақытта анықталды? Жалпы зерттей алдыңыз ба, қарсыласыңызды? Бұндай тез аяқтау өз жоспарыңызда болды ма?
Жок, жоспарымда болгон жок. 3 раундка дайын болдук. Bir күндүн ичинде бул жекпе-жекти кабылдадым. Эч кыйындыксыз. Осылай жеңиске жеттим. Жеңисимизди кимге арнайбыз? Жеңисимди өзүмдүн дүйнөдөн өтүп кеткен, осыдан 100 күн мурун дүйнөдөн өтүп кеткен көлүк апатына Бактыбай Байтурин дейтин бауырыма арнайм. Алдагы максаттарыңыз кандай? Алдагы максаттарым азыр танда виза жөнүндө сүйлөшүп атып, эгер виза чыгып кететін болса, виза берилсе одобрение, онда Америкага жол жүремиз деп отурук, Алла калса. UFC'га карай жүрөм деп турсуз го. Эгер UFC'га кошулуп жатсаңыз, эң биринчи болуп киммен төбөлөшкүңүз келет жалпы? Осы жауынгер менен төбөлөш өткүзсөм деген максатыңыз барбы, арманыңыз? Белгилүү бир боецти айта алмайм, анан өтсөм кез келген боецке дайын болатындай деңгейге жетип турмун деп ойлойм өзүмдү. Барам иншалла UFC'ге. Алда Азат Максум, сонун катар Асунун жекпе-жектери келе жатат. Жалпы болжамыңыз кандай? Менин оюмча эми Хабибтин командасы менен чыгат Азат Максум. Эгерде Азат Максум күрөш бермей уларк менен жумуш істейтин болса, менин оюмча Азат Максум жеңишке жете алат деп ойлойм. Асуга келетін болсақ, Асу бауырымыз если өзінің күресін жүргізе алса, бұрынғыдай, онда Асу жеңіске жетеді деп ойлаймын. Ассалаумағалейкум бауырлар. Жалпы осы жекпе-жекке тыңғылықты оразадан кейін негізі 2-2 жарым айдай дайындалдық жалпы. Соперник негізі бразилец болу керек еді. Сол мына қырғыз соперник замена қылып болды негізі. Соперникке рахмет айтамын, а так бразилец болу керек еді. Жақсылап соған дайындалғам. Бұл бойға негізі бұл қарсыласыма негізі жақсы былай дайындалған жоқпын. Бір-екі рет бойын көрдім. Сонымен ехала деді қой керек. Сондай. Жалпы алдағы мақсаттар қандай? Осы алдағы мақсат бұйырса 1-2 тағы алыш бой өткізіп, за океан кету керек қой, шетелдің ары бетіне, бұйырса Америкада өнер көрсету керек. Мақсаты сол ғой, только. Negão. 1 minuto, Negão, pra acabar o round. 1 minuto pra acabar o round. Chuta de baixo pra cima. Aê, no joelho. No joelho. Жалпы қазір октагонда жеңіске жетіп шығып келе жатсыз, сезон қалай? Жеңісті кімге арнайсыз, адамдар жеңді? Бұл елдер неше түр кітап жазады, бірақ жеңістің мен ешкім ашып жаза алмайды дейді ғой. Көп еңбек еттік. Бір емес 2 қарама болды, аға екеумізден басқа ешкім білмейді. Аяқтағы шаша кетті, иық кетті. Бірақ соған қарамасына обезболивающий салып, ештеңе қарамасына шықтық. Аллахқа шүкір. Осы жеңісімді осыншама сынақ болып отырмын, мысалы, сынып жатық, не істеп жатық. Не үшін әлі күнге дейін сынбай қоймай келатырмын десем, анашым дұғасы екен. Не үшін дағындысы үйде қазір дұға болып отыр. Осы жеңіс анама арнаймын. Жалпы қарсыласты қанша уақыт алдын білдіңіз? Дайындалып үлгердіңіз бе? Дайындық енді біздің команда всегда дайын жүрек. Любой уақытта тренировка қоямыз. Қарсыласты осыдан бір 20 күн бұрын берді. Одан кейін ауысты. Аллахқа шүкір, бірақ қандай қарсылас болсын дайын болып шықтық біз. Рамаға қарамастан характерге салып, дәкансы бар. Аллахтың алаңын жейді. Ол 20 күн бұрын берді. Ол аз емес пе? Жалпы содан кейін ауысқаны, ол сіздердің тактикаңызға, дайындықтарыңызға әсер етпей ме? Енді сәл әсер етеді. Мысалы, біреу ударник болса, ударникқа күрес дайындаймыз, күресетін болса, қол дайындаймыз дейсіз. Бірақ мына жігіт көрдік, енді бізге отказ болмай, қазақпыз ғой, біз всегда вперед ғой. Артқа жол жоқ. Сосын давай дедік, келдік деп ойластық. Жеңдік. Алдағы мақсаттар қайда? Алғандай? Алдағы мақсат қазір мен Астанада Жақсылық Шүкемпов атындағы атамыздың залында, аренасында үлкен не ғой, турнир ғой. Бұл жасап беріп отқан Алашбай ұжымына рахмет. Наяқ жеңдік. Аллах қолын көзге түстік. Келесі енді 1-2 бой ұтып, Алашбай 93 кг чемпион жоқ. Чемпион болсам ба деген мақсат бар алға. Жақсы, мақсатыңызға жетіңіз, сәттілік, UFC-дан көрейік ада. Амин, сіздерге де көп. Жақсы, рахмет.
Алаш Прайд 108-ді арнайы көруге Шымкенттен Мансар ағамыз келіп отыр екен. Жалпы қалай болып жатыр, қалай басталды? Өте керемет. Бастала салып біздің қазақтың жігіттері өздерін мықты екенін дәлелдеп жатыр. Бірақ іштей бірден бітіп қалғанда болмайды екен, қызық болмай қалды, сондықтан сәл ұзарып күшті болған екен. Көбісінің соперниктері отказ беріп, жаңағыдай болмай қалып жатыр екен. Сондықтан біз күткен бойлар әлі басталған жоқ деп ойлаймын. Қазір енді саламаттардың, нұрқандардың бойы күтіп отырмыз қазір. Бүгін дәл осы турнирде кімге жанкүйерлік етіп отырсыздар? Бүгін өте көп жаңа Бекболат бауырым шықты. Одан кейін қазір саламаттың жанкүйерімін. Әрине өзіміздің жерлесіміз ағамыз Арман Оспанов ағамыз қолдаймыз, құдай қаласа. Жалпы ұйымдастыру деңгейі қалай екен? Өте керемет, өте керемет. UFC-дің жауынгерлері келгеннен кейін тем более адам одан сайын көбейіп жатыр. Келесі жолы естуім бойынша Ұзынбұлақтан Тайсонды Бедор Емельяновтан шығарады деген әңгімелер естіп жатырмын. Сондықтан олай болатын болса, рейтинг вообще номер 1 болайын деп тұр. Общем, потолок болайын деп тұр десекші. Потолоктың үстінде отырайын деп тұр ғой деп. Жақсы рахмет. Ал құрметті достар, Қуат ағамызбен сұхбаттасу сәтті келіп тұр. Қуат аға, жалпы Алаш Прайд қалай өтіп жатыр сіздің ойыңызша? Мен Алаш Прайд, мен ойымша Қазақстандағы номер 1 ең жақсы лиганың бірі. Өйткені енді Қазақстанның ММА тарихы осы Алаш Прайдтан басталған 2010-да. Даже мынау Россияда Fight Nights, қазіргі ACB, ACA ондай мықты организациялар болған жоқ. Сондықтан енді жарыстың деңгейін өздеріңіз көріп отырсыздар. Бұл деңгейді Алаш Прайд негізі 2012-де көрсетіп тастаған. Боб Сап, Александр Емельяненко, Ухугов бар, Мирзаев бар, тағы да мықты анау қазірде UFC-де өнер көрсетіп жүрген жігіттердің бәрі осы Алаш Прайдтан бастаған. Сондықтан енді осындай үлкен масштабный турнир өткізіп жатқанына өте қуаныштымын. Мен сол қызықты көруге өздеріңіз көріп отырсыздар. Халық деген толы. Мынандай қатты енді рекламасыз ақ халық жиналып жатқаннан кейін енді өздеріңіз көріп жатсыздар ғой. Бұндай қазіргі карттағы бар жұлдыздар анау мынау жерге келіп өнер көрсете бермейді. Сондықтан Алаш Прайд өте мықты, молодцы. Жалпы карт демекші, бастапқы шыққан картта ең бірінші бастапқы жекпе-жекте сіз болған едіңіз. Содан кейін алынып тасталды. Бұның себебі неде? Енді мен орысша айтқан кезде враг государства уже. Бір емес, екі жекпе-жегімді осы Астанада бокс өсім керек еді. Оны да алып тастады, күресім керек еді, оны да алып тастады. Мен жарты жылда бәленбай ақша бір $30,000 $30,000 асам екен, $30,000 маңайында ақша дайындыққа кетті. Тайландда барып қайтуға. Тайландта да болдым, елге келіп те дайындалдым, тұратын жерім бар, виданием бар. Сондықтан енді бұл мемлекет, мен 15 жыл бойы көк байрақ көтеріп жүрмін. 15-20 мемлекетте жекпе-жекке шықтым. Бұл мемлекеттен бір тиын көмек ақша алған емеспін. Бұл мемлекет маған көмектеспейді. Көмектескеннен бұрын зиян дейіп жатыр. Сондықтан басқа айтарым сөз жоқ енді. Себебін біле алдыңыз ба, не үшін артып тастады? Немесе матчмейкерлер сізге қарсылас таба алмады ма? Бәрі қарсыласта болды, бәрі келіскен болатын. Орысша айтқан кезде за мои политические взгляды деп айтты ғой. Бір кісілер болды ғой. Бір кісілер емес, кәдімгі целый государство. Жалпы бүткіл мемлекет қарсы. Жалпы алдағы мақсаттарыңыз қандай? Жалпы сұрақ, UFC Қазақстанға келеді деп жатыр ғой, алып келеміз деп жатыр көптеген кісілер. Бұған көзқарас қалай? Шынымен алып келуге мүмкіндік бар ма Қазақстанға? Әрине, енді қазір анау Дженнифер Лопес деп отыр, бірдеңе басқа Лопес деп отыр. Олардың бәрін алып келіп, сол бір-екі рет билейді, көті басын көрсетті кетеді ол. Бір аптадан кейін адамдар ұмытып кетеді. Егер UFC келіп, осы жақта үлкен жарыс өтіп жатса, оны кішкентай өзіміз мысалы бала кезіміздің 7-6 жүрген кезде UFC-ді көріп, соның арқасында спортқа келдік, соның арқасында спортшы болды, одан жекпе-жекке ауыстық, соның сол спорттың арқасында арақ та ішпейміз, темекі тартпаймыз қазір. Сол үшін сол UFC-дің өткені, сол жаңағы бір концерт бергеннен пайдасы зор, пайдасы өте кішкентай өсіп келе жатқан денсаулық. Аудитория үлкен еще. Аудитория үлкен, ол енді бір тарихта қалатын бүткіл әлем сол UFC-ді көретін еді. Ол Дженнифер Лопес кім көреді, ол біздің жындыларынан басқа. Сондықтан мен ойымша UFC-дің өткені дұрыс, оны өткізу әбден мүмкін.
Жалпы көрермендердің көбісі осы Шавкат Рахымовтың белбеуге шығатын жекпе-жегін Қазақстанда өткізсе деп жатыр. Жалпы бұл мүмкін бе? Енді жалпы UFC-дің политикасы поисқа шыққан спортшылардың көбі ол Америкада өткізеді. Неге десеңіздер, pay-per-view деген нәрсе бар. Біз енді тегін көреміз ғой, біз тегін көрген, ұрлап көргеніміз жақсы көреміз біз. Ал Америкада ұрлап көре алмайсың, ол көрген нәрсеге ақша төлеу керек. Сондықтан любой чемпионский бойды енді сол Америка немесе Великобритания жаңағы Австралия сол жақта Американың оның политикасы. Жалпы пояс болмаса да Шавкаттың енді басты жекпе-жекте осы Қазақстанда өткізсе, ол да бір жақсы арман ғой өзінде. UFC-ді алып келіп, главный бой вечерда шыққан. Сізді алып тастау себебі сіз футболды тағы да басқа мемлекеттік ұйымдарды көп сынайсыз, содан деп есептейсіз бе? Содан ол я айттым орысшаны қазақша заманауи политические взгляды деген қазақша аударған Кездегі сол шығады. сол шығады. Жалпы алда мақсаттарыңыз қандай? Мақсаттарым енді мен екі жекпе-жегім отмена болғаннан кейін қазір Ресейден 2 предложение келді. Мен енді мына Магамен жаңа күресем деп салмағымды өсіріп алдым да, сонымен енді мына жаңадан келген Ресейден келген 2 предложениеға отказ бердім. Өйткені мен біріншіден денсаулығым жарамайды, аз уақытта салмақ түсіруге, оған бір уақыт керек. Өйткені мен салмағын көтеріп алдым ғой. Екінші, басқа да предложениелер бар. Енді Қазақстанды қойып, енді сол өз қазағымыз жол бермей жатса, шетелде өнер көрсетеміз. Басқа жол жоқ. Барып шетел өнерін көрсетіп, сол жаққа қызық шоу сыйлаймын дейсіз ғой. Қазақстанда мүмкіндік бермегеннен кейін. Енді мәселе шоуда емес, енді мәселе сол. Мен енді өздеріңіз білесіздер, 35-тен жасым асып баратыр. Сондықтан ол да бір 30-ға келген, 25-ке келген кішкентай бүлдіршіндер бар. Соларға мотивация болсын деп, енді мен жекпе-жегімді көп көретін адамдар. Сондықтан сол үшін мен қазір бір ақша үшін, бір атақ үшін немесе жаңағы басқа нәрсе үшін шығып жүрген жоқпын. Құдайға шүкір, ақшаға қиналып жүргеннен спортта жүрген жоқпын. Жалпы сол әлі де сол жастарды мотивировать етіп, орысша айтқан кезде жастарға сол салауатты өмір салтына шақырып, көк байрағымызды көтеру, басқа мақсат жоқ менде қазір. Соңғы сұрақ болсын, сіз қазақ футболын көп сынайсыз ғой. Бүгінгі қазақ футболы қаншалықты дамып жатыр деп ойлайсыз? 30 жыл болды дамып жатқан жоқ қой. Бәрі бір орында тұр, ол жылдан жылға төмен түсіп бара жатырмыз да. Сондықтан мен ойымша қазіргі 10 жастағы, 12 жастағы мынау сол бүлдіршіндерге қазірден бастап соларды қолдасақ, соларға академиялар салып, соларға полиолар салып, жақсы жаттықтырушылар алып келіп, соларға көңіл бөлсек, солар енді біз шал болған кезде бір 20 жылдан кейін арасынан бір Месси мен Роналдо шығуы мүмкін. Жақсы, Қотаға сізге сәттілік тілейміз. Дәл қазір төрешілердің шешімімен Арман Оспановтың күресте болып жатқан картында шоу болып жатыр, көрсеңіздер болады. Себебі төрешілер қосымша экстра тайм қосып беру мәселесін қарастырып жатыр. Қосымша уақыт. Міне, бірақ қарсыластың менеджерлері және қасындағы адамдары қарсылық білдіріп, октагоннан шығып кетті. Қараңыздар. Октагоннан шығып кетіп бара жатыр. Қарсылық білдіріп жатыр. Экстра керек емес деп сондай шешім қабылдап жатыр. Бірақ жанкүйерлер оған наразы. Білмеймін, қазір Алаш Прайдтың президенті барып сөйлесіп жатыр, қандай шешім қабылдайды деген қызық. Бірге тамашалайық. Арман Оспановтың өз октагоннан шығып, қарсыласын кіріп жатыр. Кел до конца жасап тастайық, күресіп тастайық деген сияқты. Октагонға кірді, міне. Қарсыласы да енді экстра таймды тамашалайтын боламыз. Құрметті достар, қандай, кім жеңіске жетеді екен бірге көреміз. Қызық болайын деп тұр. Қызықтың көгесі енді басталады, достар. Бірақ сонда да қарсылас деген менеджерлері шешімге наразы. Өзгеріс бар ма сізді ойласқан кездердегі? Әрине, бүгін өздеріңіз көріп отырғандай MMA жарысы
өте жоғары деңгейде дамып жатыр. Қазір бүгінгі Қазақстанға әлемдік жұлдыздардың келуі, UFC-де топ жарған азаматтардың келуі, көрермендер үшін, жанкүйерлер үшін ерекше бір керемет фюзелак деген ойдамын. Өйткені осы соңғы 2 жылдықта MMA-дің кішкене Қазақстанда құны түскендей. Өйткені небір жаңа блогерлар төбелесіп, қалай болса солай сөйлеп, аузына келгенін айтып, спорттың қадірін түсірген кейпі бар. Спорт деген ол ойнайтын нәрсе емес қой. Жігерлікті шыңдайтын, батырлықты батыр қылатын үлкен арена. Сондықтан бүгін жігіттеріміз сәттілік тілеймін. Ол Алаш Прайдты алғаш құрған өзіміздің бауырымыз, бүгін әріптесіміз Данияр Қасқаров бауырымызға рахмет. Әрине осындай жарқын жарыстар болса, көрермендерге де қандай жақсы. UFC болады деп айтып қалдыңыз ғой. Оның да алыс емес. Құдайға шүкір, шафқатымыз бар, асуымыз бар. Әлі талай UFC-дің белбеуін осы ареналарда қорғайтынына мен сенімдімін. Оны мен баяғыда да айтатынмын. Қазаққа бір нәрсені үйретсе болды ғой, оны түбіне жеткізеді. Сондықтан біз батыр халықтың ұрпағымыз. Тек қана алға, елімізде тыныштық болсын, бақытларымыз көп болсын. Жалпы Бакуда өтіп жатыр деп жатырмыз ғой, бәріміз таңғалып жатырмыз. Ол Баку, Әзербайжанда ол мемлекеттік деңгейде көтеріліп, ұйымдастырылып жатыр да, жалпы парламент қабырғасында көтеріп жатсыздар ма бұл мәселені, UFC-ді өткізу туралы? Енді жалпы маған салсаңыз, әрине Қазақстанда болғаны жақсы. Оның үсті бүгінгі таңда қандай арена болса да қазақ жанкүйерлер толтырады. Кеше өзіңіз Симабад аренада шапқа төбелескенде жарыс қазақстандық болды ғой. Ал енді өзімізде өтетін болса, ол Астана аренадағы 30 000 көрерменге толады. Тіпті оның өзі кішкентай болып қала ма деп ойлаймын. Сондықтан ол UFC Қазақстанға келді деген сөз, ол бүкіл Атырау мен шығыс пен батыстағы қазақтың бәрі келіп, оған жанкүйер болатынына сенімдімін. Сондықтан Құдай бұйырса, біздің батырларымыз о күнде де алыс емес деп ойлаймын. Мысалы, 10 салмақ болса, 10 салмақтың бәріне қазақтар шығарына сенімдімін. Tira essa mão daí de baixo, você tá se travando a mão de baixo. Sobe. Bora tentar raspar então, ó. 50 segundos. 50 segundos, negão. Ei, bora, ele vai parar, mano. Não vai parar a luta, não. Bora subir, porra. Bora. 30 segundos, mano. Bora, vai parar. 30 segundos, vai parar, mano. Minuto, negão, pra acabar o round, negão. 1 minuto. Fica aí pra final agora. Respira. Isso, respira. Vai que casa avançar, é. Tá esse. Fica no joelho. Solta, isso é. Segundo, negão, solta no joelho. E a perna dá pisada. Pega! Ataca o pé, negão. Ataca o pé! Tá cansando aí, fica de boa. Bora, negão, tem que reagir. Ei, domina a outra perna aqui, Patrick. Sobe. 1 minuto, negão, pra acabar o round, negão. 1 minuto. Fica aí tranquilão agora. Respira. Respira. Ele vai ficar jogando só essa. Bora. Respira. Chuta no joelho. Chuta. Isso. Joga o calcanhar no joelho. 40 segundos. 40 segundos, negão. Chuta no joelho. E a perna alta lá pra ele dar o pisão. Aê. Joga de novo. Tira essa mão daí de cá. Tá cansando aí. Fica de boa. Respira. Bora, negão. Chuta no joelho. Chuta no joelho pra ele chutar. Isso. 20 segundos, negão. 20 segundos. Joga no joelho. 10 segundos, negão. 10 segundos, negão. Bora. 10 segundos.
Алашбай 108 өз мәресіне жетті. Көрдіңіздер, міне жиналып жатыр. Біз сіздерге қызықты деген ақпараттарды ұсындық. Келесі шығарылымда кездескенше аман саулықта жүздесейік. Каналға жазылыңыз, комментарий жазыңыз. Дәл осы шығарылымда досыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі шығарылымда кездескенше.